Сәлеметсіңдер ме, балалар? Қазақ тілі пәні 2-ші сынып. Тақырыбы дара және күрделі етістіктер. Оқу мақсаты: дара және күрделі етістіктерді ажырату, сауатты жазу. Бірінші тапсырма сауалнама. Балалар, сұрақтарға жауап бере отырайық. Етістік болатын сөзді тап. Ақшыл, келді, ауыл. Етістіктің сұрақтарын көрсет. Кім, не, кімдер, нелер, не істеді, не қылды, қайтты. Етістік нені білдіреді? Заттың қимылын, заттың атын, заттың санын. Жарайсыңдар, балалар. Ережені еске түсірейік. Заттың қимылын, іс-әрекетін білдіретін сөздерді етістік дейміз. Етістіктерге не істеді, не қылды, қайтты деген сұрақтар қойылады. Етістіктердің дара және күрделі түрлері болады. Дара етістіктер бір сөзден тұрады. Келді, оқыды, көрді. Күрделі етістіктер 2-3 сөзден құралады. Келе жатыр, оқып отыр, көріп жүр. Балалар, оқулықпен жұмыс. Енді кітабымыздың 86-шы бетіндегі 47-ші жаттауға назар аударайық. Әңгіме құрастыру. Тірек сөздерді пайдаланып, тұңғыш қазақ ғарышкері тақырыбында әңгіме құрастырамыз. Тірек сөздер: 1991 жыл, 2 қазан, тұңғыш рет, Байқоңыр, ғарышкер, Тоқтар Әубәкіров, ғарыш айлағы, ұшты, әйгілі болды. Осы тірек сөздерді қатыстыра отырып, қазір өзіміз орнымызда отырып, тұңғыш ғарышкер тақырыбында әңгіме құрастырамыз. Балалар, енді кітабымыздың 87-ші бетін ашайық. 49-шы жаттығу. Көп нүктенің орнына тиісті сөздерді қойып, мақалдарды көшіріп жаз. Тамырымен мықты, адам достарымен мықты. Жер бұлақсыз болмас, сулы жер құрақсыз болмас. Кәне балалар, көп нүктенің орнына өзіміз тиісті сөздерді қойып, мақалды көшіріп жазайық. Енді балалар, жазып болсақ, 50-ші жаттығуды қарайық. Кестеге тиісті етістіктерді толтырып жаз. Дара етістіктер: тікті, күрделі етістіктер: тіге алады. Дара етістіктерге тағы қандай дара етістіктер болады, балалар? Оқыды, оқып жатыр. Жазды, жазып отыр. Жинады, жинап жатыр. Яғни балалар, өзіміз дара және күрделі етістіктерді толтырып жазамыз. Балалар, етістік дара етістік және күрделі етістік болып екіге бөлінеді. Яғни дара етістік бір сөзден тұрса, күрделі етістік 2-3 сөзден құралады. Ортақ қасиеттері екеуі де не істеді, не қылды, қайтты деген сұрақтарға жауап береді. Есімізге сақтап жүрейік, балалар. Үй тапсырмасы. 48-ші жаттығу. Ребусты шеш, шешуіндегі сөз туралы өз ойыңды жаз. Кәне, ребусты шешіп көрейікші, балалар. Қандай сөз шығады? Дұрыс айтасыңдар. Ән ұран сөзі шығады екен. Ән ұран біз қазір қалай айтамыз, балалар? Гимн деп атамыз, е? Ендеше осы сөзге өз ойымызды жазып, әңгіме құрастырамыз. Балалар, жарайсыңдар. Бүгін сабаққа өте жақсы қатысып отырдыңдар. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.